Сәлем достар, қалайсыздар? Арнама қош келіпсіздер. Бүгін біз сіздермен жеңіл әрі оңай дайындалатын рулеттің рецептісін жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге керегі 4 дана жұмыртқа, содан соң қант. Барлығын, керек құрамдарының барлығын мен описание бөліміне жазып кететін боламын. Мен басында осылай венчиктің көмегімен араластырып алдым. Негізінде миксердің көмегімен араластырып алсаңыздар жақсы болады екен. Сіздерде миксер жоқ болса, осылай венчиктің көмегімен араластырып дайындап алсаңыздар болады. Маған өте қатты ұнады. Бестің шайына ең оңай жасала салатын рулеттердің бірі болып табылады екен. Осылай массамыз екі есе болып ұлғайып көтеріліп шығады екен, көріп тұрғандарыңыздай. Содан соң кішкене венчиктің көмегімен осылай араластырып жібердім. Араластырып алған соң ситадан өткізіп алдын ала дайындап алған ұнымызды екіге бөліп араластырып алдым. Осылай басында венчиктің көмегімен кішкене араластырып алдым. Сонда да менің миксерім қатты болып қосылып кеткендіктен жан-жағына шашырады. Сіздерге кеңесім, ұнымызды кішкене осылай жақсылап араластырып алып, содан соң миксердің көмегімен араластырып алыңыздар. Мына жерде мен екінші бөлігін салып жатырмын. Мен сол кезде қопсытқышты қосып жібердім. Қопсытқышты қосуды ұмытпаңыздар, әрине, немесе алдын ала ұнға араластырып қойып, содан соң миксердің көмегімен біріктіріп алсаңыздар болады. Мына жерде мен миксермен араластырып жатқан кезім, көріп тұрғандарыңыздай қатты жан-жағына шашырап кетті. Ең алдымен венчиктің көмегімен араластырып алып, содан соң миксерді пайдаланған дұрыс екен. Мен мұнда сүтін салып, содан соң артынан сұйық майымызды құйып араластырып алатын боламыз. Әрине, бізде сливочный маслоны қолдануға болмайды. Сұйық маймен де өте жақсы болып көтеріліп пісіп шығады. Дайын болған массамызды дайын пергамент қағазына құйып алатын боламыз. Менде басында сұйық сияқты көрінді. Ұн қосайын ба, қоспайын ба деп ойладым. Бірақ осы салманың өзі өте жақсы болып шығады екен. Дайын болған массамызды осылай алдын ала дайындап қойған пергамент қағазына бір тегістетіп жағып шығасыздар. Құйып, шет-шетіне жеткізіп жағып шығуларыңыз керек. 4 бұрыш немесе өздеріңіздің қалауларыңызға қарай жасап жайып аласыздар. Осылай барлық шетіне жеткізіп жайып алдым. Содан соң қызып тұрған 180 градуста 25-30 минутта пісіп шықты. Алдын ала пешімізді қыздырып қоятын боламыз. Сіздер өздеріңіздің пештеріңізге қарай пісіріп алатын боласыздар. Содан соң пісіп шыққан массамызды 10-15 минутқа салқындату үшін қойып қоятын боламыз. Пергаменттен шешіп алу үшін осылай екінші пергамент қағазын қолдандым. Соған жайлап түсіріп алатын боламыз. Әрине, кішкене суыған кезде түсіріп аламыз. Әйтпесе бөлініп кетуі мүмкін екен. Не көріп тұрғандарыңыздай сап-сары әдемі болып пісіп шықты. Бір жасағаннан шығатын ең оңай рулеттің түрі болып табылады екен. Маған тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Және өздеріңізге ұнады ма, немесе кеңес беретін болсаңыздар, төменде пікір қалдырып, өз ойларыңызды жазып, және менен қандай рецепт күтесіздер, сонда жазып кетіңіздер. Міндетті түрде күтетін боламын. Содан соң үйлеріңізде қандай тосап бар, соны жағып, осылай әсемдік үшін, дәм беру үшін қоссаңыздар болады. Бізде ауылда алманың вареньесін жасаған болатынбыз. Келінім, мен, енем үшеуміз. Соны ортасына жағып, жақсылап
орап алдым. Видеода көріп тұрғандай етіп орап алсаңыздар болады. Мен негізінде көбіне өзім байқадым, рулеттің шетін кесіп бір тегіс етіп алмайды екем. Сіздерге кеңесім, бір тегіс етіп екі жағын кесіп алып дайындасаңыздар болады. Кесіп алып тастасаңыздар болады. Содан ұнтақ жасап, бетіне сеуіп жесеңіздер әрлеу үшін де ең әдемі болып шығады екен. Міне көріп тұрғандарыңыздай, менің рулетім осылай болып шықты. Сіздер де жасап жеп көріңіздер. Менде әсемдік үшін қаймақ болды. Қаймақпен қантты алдын ала дайындап, біріктіріп миксерлеп алдым. Содан соң кішкене морозильникке қатыруға қойып қойдым да бетіне жағып шықтым, бірақ ол жері видеоға түспей қалыпты. Көріп тұрғандарыңыздай, үйдегі бар шоколадты осылай үккіштен өткізіп бетін әрлей салсаңыздар да болады екен. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздерге ас болсын, сау болыңыздар. Сіздермен болған Гүлшат.